Assalomu alaykum. Bugun bizde Cobalt avtokөлігі pеш желдеткіш, яғни вентилятор дейді. Қазақшасы желдеткіш істемей қалған. Тақанызға қойсаң да, бір дақырайын бәрін тексердік, ар жақта бәрі сау. Бұның басқарушысы минуспен істейді екен. Яғни мынау арқылы, мына датчик арқылы өтеді. Көріп тұрғандарыңыздай, кейбір кезде мынаның схемасы күйіп кетеді осы. Бұның схемасы сау екен. Бұл жердегі істемей қалған себебі мына контактісі еріген, ортағы контактіден шығады. Ақ көк түскен ба? Мына жақта сонда бір қызыл проводта плюс келеді нәрде. Постоянно кілт ашылған кезде. Екіншісінде минус бүкіл жатылдан келеді. Яғни мынау арқылы өтеді онда да. Егер мынау да күйіп кетсе істемейді. Бірінші каналын қазір тексерейін. Біріншісі айседі. Е деген. Бірге қойдым қазір, бір өшті. Бір, екіге қойдым. Екісі айседі. Екісі, по-моему, сары болу керек. Екісі. Екісінің. А деген екі екен. Үшке қойдым. Үш. Көк болу керек. Көк провод. Ол бізде В деген. Енді төртке қоям. Төртке қойдым. Төртке қойдым. Төрті серий провод. Оның каналы. Д. Жалпы түсінікті болды. Бір, яна санағанда сары, таза сары провод бір. Екінші положение сары, қара түскен провод. Үшінші положение көк, сары түскен провод. Төртінші положение серий и мынау шығушы канал ақ провод. Қасында мындай сызығы түскен. Қазір орнын жалғаймыз, қазір қоямыз. Ашық па? Ашық. Қазір мынаны жақсылап сұқып қойдық. Бірақ команда кеп тұр маған. Қанша тәтік есі? 4 па? 4 сериге сұқайық. Сериге сұқтық, бірақ ақ проводтан шықпай жатыр мұнда да. Жаңа бір істеген. Қазір істемейдір. Бізде яғни мына заты күйіп кеткен. Қазір осын басқасын саламыз, иншалла. Сосын арғы тексереміз. Өзінің мына заты істемеді, бұған новый әкеп салдық. Қазір істеп тұр. Қош беріңіз. Егер печкасы істемей қалатын болса, предохранителер салып алатын болса, осы затты көресіздер. Екі болтпен шешілетін жерден. Болды жүрсеңіз. Жалпы сол, Аллах сіздеріңізге береке берсін, пайдалы етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.